Сөз жасамдық тәсілдер. Туынды сөздің жасалу жолдары ғылымда сөз жасамдық тәсілдер деп аталады. Қазақ тілінің сөз жасам жүйесінде көне замандардан бері қарай қолданылып әбден орныққан, қалыптасқан негізгі тәсілдері бар. Олар синтетикалық тәсіл, аналитикалық тәсіл, лексика-семантикалық тәсіл. Синтетикалық сөз жасамдық тәсіл жаңа сөз жасаудағы негізгі тәсіл. Синтетикалық тәсіл арқылы туынды сөз жасауда екі тілдік бірлік қызмет атқарады. Лексикалық мағыналы сөз және сөз жасамдық жұрнақ. Мысалы, жаңалық, жүлдегер, ақылды, ардагер, айыпкер, сәулетші. Туынды сөздің жасалуына негіз болған сөз бен одан жасалған туынды сөздің мағынасы байланысты болатындықтан, туынды түбірдің қай сөзден жасалғанын дәлелдеуге болады. Мысалы, өнім деген туынды түбірдің лексикалық мағынасы өну әрекеті арқылы шыққан. Өн, өнім сөздерінің мағыналық байланысы анық көрініп тұр. Сол арқылы ол дәлелденеді. Сонымен, сөз жасамдық мағынаны негіз сөз бен туынды түбірдің мағыналық байланысы арқылы ажыратуға болады екен. Негіз сөз дегеніміз туынды сөздің лексикалық мағынасына арқау болатын сөз. Мысалы, кәсіпкер, қаламгер, аңшы деген туынды сөздер кәсіп, қалам, аң деген сөздерден жасалған. Ал егінші, өнімді, білімпаз, сәнқойлық деген сөздерге егін, өнім, білім, сәнқой деген туынды түбірлер негіз болған. Жаһандану ағылшын тілінде global, әлемдік, дүниежүзілік, жалпы деген мағынаны береді. Яғни жаһандану жаңа жалпы әлемдік саяси, экономикалық, мәдени және ақпараттық тұтастық құрылуының үрдісі. Жаһандану бүкіл жер жүзінде жайылу, таралу деген мағынаны да әлемдік елдердің біртұтас адамзаттық мәдениет қалыптастыру екпініне ілесу дегенді де білдіреді. Оқылым мәтінді оқып, тақырыбын, стилін, мәтін түрін анықтаңдар. Яғни балалар, мәтінді оқып шығасыңдар, стиль, мәтін түрін анықтайсыңдар. Балалар, еске түсірейік, қазақ тілінде қандай стильдерді білеміз? Ғылыми стиль, ресми іс қағаздар стилі, публицистикалық стиль, көркем әдебиет стилі, ауызекі сөйлеу стилі. Мәтін дегеніміз не? Қандай түрлерін білеміз? Дұрыс айтасыңдар. Әңгімелеу мәтіні, сипаттау мәтіні, пайымдау мәтіні. Мәтінді оқимын, менімен бірге қосылып оқып отырыңдар. Жаһандану адамзат қоғамына не береді? Алдымен ғылыми техникалық, экономикалық жетістіктерді айтамыз. Әлемнің бір түкпірінде ашылған ғылыми жаңалық ғаламтор арқылы сол сәтте жер жүзіне тарап, жалпы адам баласының игілігіне айналуда. Жер бетінде жаһандануға ұшырамаған ел кем-де-кем. Ұлттық, мемлекеттік шекараларды білмейтін жаһандану бүкіл әлемді қоғамдық дамудың тайқазанында бұрқ-сарқ қайнап жатқан біртұтас дүниеге айналдыруда. Қазір әлемде жаһандану қамтымаған сала жоқ. Ішіп жеген тамағымыздан бастап, киген киімімізге, мінген көлігімізге, өндіріс орындарының құрал жабдықтарына, тұрғын, жатын, жұмыс жайларындағы жиһаздарға, техникаларға, өмір сүру, еңбек ету салтымызға дейін қамтып, өзінің өміршеңдігін көрсетіп отыр. Бірінде барды, екіншісі пайдаланып, жер бетінде өмір сүріп жатқан халықтардың материалдық, қоғамдық, экономикалық, мәдени жағынан жетіле түсуіне септігі тиері анық.
Қазіргі заманда мәдениеттер мен өркениеттер қақтығысынан үркіп, жаңа заманға бейімделмей, өткенді аңсап, өткенмен ғана өмір сүру ұлттық дамуды тежейді, тіпті жолда қалдырады. Сондықтан жаһанданудың жақсы жақтарын ала білу ұлттық дамудың маңызды шарттарының бірі болып отыр. Бұл жаһанданудың қоғамдық дамудың барысында туындаған қажеттілігі, пайдалы жағы. Бірінші тапсырма. Сұрақтарға жауап беріңдер. Бірінші, еліміздегі жаһандану арқылы дамып келе жатқан салаларды атаңдар. Өткенді аңсап, өткенмен ғана өмір сүру ұлттық дамуды тежейді дегенді қалай түсінесіңдер? Жаһанданудың жақсы жақтарына кесте құрыңдар. Екінші тапсырма. Оқылым мәтінінен синтетикалық тәсіл арқылы жасалған туынды сөздер теріп алып, түбірін анықтап, кестеге түсіріңдер. Үшінші тапсырма. Дұрыс сөйлейік мәтінін тыңдаңдар. Мәтіндегі негізгі ойды әрі қарай жалғаңдар. Көпшілік алдында сөйлеу әдебін, құрамдас бөліктері әуен, әуез, қарқын, кідірісті сақтап сөйлеңдер. Дұрыс сөйлейік. Өмірде жиі қолданатын сөздер рахмет, рақмет, я болмаса дастархан, дастарқан. Жазғанда да кейде х, кейде қ жазамыз. Қайсысы дұрыс? Мұндағы мәселе жазылу мен айтылудың айырмасында жатыр. Қазіргі қазақ тілінің орфографиялық сөздігіне сүйеніп жазуымыз керек. Сондықтан рахмет деп жазамыз, қ жазылады. Алайда айтылған кезде рахмет деп айтылуы заңды. Дастархан дегенде де қ жазылады. Дастархан деп те айтуыңызға болады, дастархан деп те айтуыңызға болады. Дегенмен жазуға келген кезде орфографиялық сөздікке сүйенген дұрыс. Ауыз түйіс пен ауыз күйіс сөздерінің мән мағынасын ажыратып алайық. Ауыз түйіс деген әдеби нормада бекітілген қолданыс. Ал енді ауыз күйіс деген қолданыс жоқ. Бұл қате қолданыс. Абай болған абзал. Күнделікті өмірде рет деп айтып жатамыз. Бір рет, екі рет, үш рет, я болмаса бір рез, екі рез, үш рез. Қалай айтқан дұрыс? Рез деген қолданыс диалектілік қолданыс. Әдеби тілде бекітілген рет деген қазақтың сөзі бар. Осыны қолданған жөн. Артық болмас білгенің. Айдары оқып шығамын. Экономикалық жаһандану екі үрдістің жиынтығын, нарықтардың жаһандануын, капиталдық, еңбек ресурстарының, тауарлардың және қызмет көрсетулердің және экономикалық нысандардың жаһандануын білдіреді. Және экономиканың ұйымдық құрылымдарының, компаниялардың, фирмалардың, корпорациялардың іріленуімен түсіндіріледі. Қазіргі уақытта экономикалық жаһанданудың нақты сипаттары бар. Үлкен компаниялардың жетекші рөлі, жаһандық қаржы, валюта және қор рыноктарының қызмет етуі. Жаһандық ақпараттық желілердің қызмет етуінің нәтижесінде көлік ағындары құрылымының өзгеруі. Жаһандық сауда экономикалық бірлестіктер мен одақтардың құрылуымен қызмет етуі. Барлық ұлттық және халықаралық қаржылық валюталық транзакциялардың жаһандық желіге аударылуы. Бөлшек саудалық банктік сақтандыру және сауда операцияларын жаһандық желіге аударылуы. Төртінші тапсырма. Артық болмас білгенің айдарында берілген ақпаратты пайдаланып, ғылыми көпшілік стильдің ерекшеліктеріне сай тілдік құралдарды орынды қолданып,
рафт стратегиясы әдісімен бір компания жетекшісінен интервью алыңдар. Үй жұмысы. 5-ші тапсырма. Қазақстандағы жаһандық сауда-экономикалық бірлестіктер мен одақтардың құрылуы және қызмет етуі туралы жарнама дайындаңдар. Балалар, жарнама дегеніміз не? Жарнама сөзі латынның рекламу, айқайлау деген мағынаны білдіреді. Жарнама ақпарат беру құралы. Жарнама тұтынушыларға, тауарға, фирма қызметіне деген қызығушылығын арттыру мақсатындағы оларға арналған үндеу. Сабақты бағалаймыз. Сабақтың дескрипторларымен таныстырамыз. Ереже. Ережені түсініп қолдана. Дескрипторы ережені түсініп қолдана біледі. 10 балл. Оқылым. Мәтінді оқып мазмұнын айта алады. Тақырыбын, стилін, мәтін түрін анықтайды. 10 балл. 1-ші тапсырма. Сұрақтарға толығымен жауап береді. Өз ойын жеткізе алады. Өткенді аңсап, өткенмен ғана өмір сүру ұлттық дамуды тежейді деген сөйлемнің мәнін түсініп, тұжырым жасайды. 10 балл. 2-ші тапсырма. Туынды сөздерді табады, негізгі сөзді анықтайды. 10 балл. 3-ші тапсырма. Мәтіндегі негізгі ойды әрі қарай жалғастырады. 20 балл. 4-ші тапсырма. Тілдік құралдарды орынды қолданып, сұхбат алады. 20 балл. Үй жұмысы. 5-ші тапсырма. Тауардың өтімділігін арттыру, жұртшылықты белгілі бір өніммен таныстыру, құлағдар ету мақсатында жарнама дайындайды. Жарнаманың ерекшеліктерін ескереді. Олар насихаттылығы, тартымдылығы, дәлдігі, түсініктілігі, тосындылығы, көркемділігі, мазмұндылығы. Міне балалар, тапсырмалардың дескрипторларымен таныстыңдар. Жоғары балл алады деп сенемін. Сәттілік тілеймін. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыз.